Международный продуктовый компания Майдали Джойс Қазақстан еліне келгеніне бір ай ғана. Европа, Америка елдерінде жұмыс жасап жатқанына 5 жылдан асты. Компанияның 2019 жылғы жылдық тауар обороты $170 миллион болса, ал 2021 жылы жылдық тауар обороты $190 миллион құраған. Компания тауар обороттың 85%-ын маркетинг планға бөлген. Сондықтан әр партнердің жылдық табысы $100 мың жоғары. Интернет арқылы команда құрып, аптасына $5 мың табыс табатын маркетинг планының сызба нұсқасы мен сіздерге слайдпен түсіндіріп өтем. Компанияда 6 түрлі табыс бар, соның бірінші түрлі табысы бұл реферальный бонус. Бонус за приглашение. Бірінші линияңыздан 50% аласыз. Осының өзі үлкен рөл ойнайды. Неге өйткені әр новичоктар жақсы мотивация алу үшін. То есть реферальный бонус за приглашение бесконечно. Бинарный бонус бесконечно, матчинг бонус, демек лидерский бонус бесконечно төленеді. Енді қараңыздар. За приглашение реферальный бонус. Бірінші линиядан 50%, екінші линиядан 10%, үшінші линиядан 8%, ары қарай 5%, ары қарай бесконечно глубинаға дейін кете береді. Бұл как классический линейный маркетинг секілді. Компанияның бірінші түрлі табысының өзінен сіз $10 550 мың табыс табуыңызға мүмкіндік бар. Екінші түрлі табыс бұл жақта бинар. Бинар дегеніміз өзіңіз білесіз, оң қол және сол қол. Шексіздік деген мағынаны береді. Міндетті түрде оң жағыңыздан да, сол жағыңыздан да мықты лидерлар шығады. И командаңызды алып кетеді, жарып кетеді. Сондықтан сіз бинардан әрдайым тепе-теңдіктен 15% алып отырасыз. Мен көп компанияларда жақсы бинар бар жерде нормальный классиканы көрген жоқпын, ал жақсы классика бар де нормальный бинар көрген жоқпын. Бұл жақта екеуін де қамтамасыз еткен. Сондықтан маркетинг план маған қатты ұнады. Үшінші түрлі табыс, мысалы, әр шақырған лидеріңіз, олардың лидерлары каждый бинардан қанша табады? Солар бинардан тапқан табысынан бөлек компания сізге дополнительно 30-20-10%, то есть матчинг бонустың өзі бесконечно сізге сияхымен құрметтейтін болады. Бұның өзі үлкен табыстардың бірі. Төртінші түрлі табыс бонус за достижение ранга. Бұл жақта тауар оборот $1000 болған кезде сізге $100 сияқы төлейді. $5000 болған кезде сізге $500 сияқы төлейді. $10 мың тауар оборот жасаған кезде сізге $1000 сияқы төлейді. Мысалы, $50 мың тауар оборот жасаған кезде $5000 сияқы төлейді. То есть бұл общий командаңыз, оң жақ, сол жақ қолыңызда общий командаңыздың тауар обороты. Көп компанияларда малая веткадан есептейді. Мысалы, $50 мың тауар оборотта ол малая веткадан жасау керек. Демек, екі жағын қосқан кезде $100 мың тауар оборот жасау керек. Ал бізде общий $50 мың тауар оборот жасаған кезде $5000 сияқы төлейді. Дәл солай $500 мың тауар оборот жасаса $50 мың, $1,5 миллион тауар оборот жасаса $500 мың төлейді. Бұл өте керемет табыстардың, сияқылардың бірі. Және де продуктовый компания болған соң, бұл ай сайын тауар оборот міндетті түрде болып отырады. Міндетті түрде клиенттер өздерінің керекті продуктыларын алып отырады. Сол жағдайда осы тауар оборот повторно жасалған үшін сіз уже ежемесячный пассивный доходқа ілінесіз. Бұл өте керемет. Реферальный бонус, бинардан бөлек, матчинг бонустан бөлек қосымша табыстардың бірі. Және де алтыншы түрлі табыс бұл глобальный бонус. То есть компанияның общий тауар оборотынан 2% сіз бірінші айдан бастап ала аласыз. Басқа компанияларда соңғы статус бриллиантты жапқаннан кейін бар боласыз. Тағы да бір ескертетін жағдай. Бізде статус жабу деген жоқ. Көп компанияларда тауар оборотпен қоса сіздің лидерларыңызда, шақырған командаңызда сол тауар оборот жабу керек. Демек, сол статусты жабу керек. Бізде ондай статус жабу жоқ. То есть бронзе шығар, серебро шығар, бриллиант шығар деген түсінік жоқ. Ал компанияның общий тауар оборотынан 2% алу үшін әр айда 4 лишник шақырсаңыз, ол компанияның $1 болып есептелінеді. Демек, $60-100 қосымша сіз табыс тауып отырасыз. Бұл өте керемет маркетингтардың бірі. Есептей білген адамға цифр адамды еш уақытта алдамайды. Сондықтан маркетинг план өте денежный. Сондықтан толыққанды сұрақтарыңыз болса, осы видеороликтің астында менің WhatsApp номерім жазылып тұрады. Міндетті түрде маған хабарласыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.